Сәлем достар, менің есімім Асқат және бұл Абыспай каналы. Бұл каналда менің басты мақсатым тауарларға шолу жасау арқылы адамдарға онлайн сатып алуда жәрдемдесу. Бүгінгі видеода біздер Bosch Universal Impact жеке жайлы әңгіме айтатын боламыз. Ал видеомызды бастамас бұрын сіздерге тегін кеңес: Каспий дүкенінде қандай да бір құрал сайман таңдайтын болсаңыздар, дүкендердің тізімінің ішінде тиын сауда үйі болса, тиын сауда үйін таңдаңыздар. Тиын сауда үйі сіздердің инструменттеріңізді мұқият түрде қаптап жүреді және оған қоса құрал саймандарыңызға толық сапасына кепілдік береді. Сондықтан да тиын сауда үйін таңдаңыздар. Ал енді видеомызға оралсақ, әдеттегідей қобдишадан бастайық. Сапасы жақсы. Оның алдында сатып алған метабоның қобдишасымен салыстыратын болсақ, шамамен сапасы бірдей. Бұл метабоның сапалығы ма, әлде Bosch-тың сапасыздығы ма, ол сіздердің құзырыңызда. Аппараттың салмағы 1,7 кг. Сайман атауындағы 700 сайманның қуаттылығын білдіреді, яғни 700 Вт. Кабель ұзындығы 2,5 метр. Менің ойымша бұл жеткілікті. Дегенмен, ұзын болса жақсы болар еді. Ең жоғарғы айналым саны минутына 3000. Ең жоғарғы айналым моменті 17 ньютон метр. Металға арналған ең ірі сверло диаметрі 12 мм, ал ағашқа 30 мм. Патронның айналу жылдамдығының электрондық реттеу шүртпесі бар. Сайманды қолдан нұқыстау үшін сабы бар. Сапты қолыңыздың ыңғайына қарай реттеуге болады. Осымен қысқаша характеристикасы осындай. Ал енді кемшіліктер мен артықшылықтар жайында. Артықшылықтары: мен құралдың қобдишасына көп көңіл бөлемін. Жақсы сападағы қобдиша сайманның ұзақ өмір сүруіне септігін тигізеді. Бұл жерде сөз жоқ. Bosch-тың аты Bosch. Жылдамдық реттеу шүртпесінің болуы артықшылыққа да жатады. Жалпы құрал қуатты. Bosch қуатты болмаса, білмеймін. Басқа көзге көрінетін артықшылықтарды көріп тұрған жоқпын. Кемшіліктері: ең бірінші байқалған кемшілігі бұл пластмасса шектеуіш. Осы шектеуіштің арқасында көршінің жарын сіз тесіп кетпейсіз. Сөз жоқ, өндіруші бұл жерде 5 тиын үнемдеді. Бірақ пластмасса шектеуіштің кесірінен көңілім 10 тиынға азайып қалады. Басқа мен кемшілікті байқамадым. Өкінішке орай инструментті толық сынауға мүмкіндік болмады, себебі бұл инструменттің иесі мен емес. Бүгінше осы. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Өз ойыңызды тастап кетіңіздер. Сіз Bosch жайлы не ойлайсыздар? Сау болыңыздар. Ұзындығы 2,5 метр. Менің ойымша бұл жеткілікті. Дегенмен жігіттер біледі ғой, шіркін. Кабель ұзын болса, нұр үстінен нұр. Ең жоғарғы айналым саны 3000. Ең жоғарғы айналым